Сәлем достар. Бүгінгі видео екінші сыныптың геометриясына арналады. Нақтырақ айтатын болсақ, сыбайлас бұрыштар, вертикал бұрыштар, перпендикуляр түзулерге арналатын болады. Видеоның соңына дейін көруге шақырамын. Олай болса сабағымызды бастайық. Оқулықтарыңыздағы 180-ші есепті мен алдым. Яғни бізге бұрыш берілген, суретте көріп отырғаныңыздай, бұрыш бірге екінші бұрышта, төртінші бұрышта сыбайлас бұрыштар болып келеді. Екі сыбайлас бұрыш, екіге де төртке сыбайлас, осы 2 мен 4-тің қосындысы бұрыштардың қосындысы 100 градусқа тең. Бізге тауымыз керек, біз бірінші бұрыштың градусын табуымыз керек. Біз не істейміз? Яғни 2 мен 4-ті қарасаңыздар, 2 мен 4 қандай бұрыштар бір-біріне? Вертикал бұрыштар. Солай ғой? Вертикал бұрыштардың шарттары қандай? Вертикал бұрыштар өзара тең. Солай ма? Бұрыш 2 мен бұрыш 4 бізде вертикал бұрыштар. Солай ма? Бұдан шығады не? Бұрыш 2 мен бұрыш 4 бір-біріне тең деген сөз. Онда не болады? Бұдан шығады тең болса бұрыш 2 мен бұрыш 4-дің өлшемі қанша деген сөз? Яғни екеуінің қосындысы 100 болса, 2-ге бөлеміз сонда да. Сонда әрқайсының градусы шығады 50. Яғни 50 градус бұрыш 2-де, бұрыш 4-те 50 градуста, екеуінің қосындысы 100 береді. Олай болса, ары қарата бұрыш 1-ді қалай табамыз? Сыбайлас бұрыштың қасиеті қандай? Сыбайлас бұрыштарының қосындысы, сыбайлас екі бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Олай болса, сол шартқа сүйенеміз. Бұрыш 1 мен бұрыш 2-нің екеуі сыбайлас қой, екеуінің қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Олай болса, бұрыш 2-нің орнына мәнін қоямыз. Бұрыш 1 қосылған 50 градус тең болады 180 градус. Бұрыш 1 тең болады 180 градустан азайтамыз 50 градусты. Қанша болады бұрыш 1? 130 градусқа тең болады. Есеп дәлелденді. 184-ші есептеріміз мынандай бұрыш берілген. Қай бұрыш қандай бұрыштар? Қандай қасиеттерге ие? Яғни D, O, A мен V, O, A, яғни мына екі бұрыш бір-біріне сыбайлас бұрыштар. Яғни мына бұрыш пен мына бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең деген сөз. Мына O, S мен O, F түзулері бізде бисектриса. Бисектрисаның қасиеті қандай? Ол өзі түскен бұрышты тең екі бөлікке бөледі. Яғни O, S деп тұрғанымыз мына бұрышты, D, O, A бұрышын тең екіге бөліп тұр. O, F түзулі V, O, A бұрышын тең екі бөлікке бөліп тұр деген сөз. Сонда қалай жазамыз? Бұрыш D, O, S, бұрыш D, O, S тең болады бұрыш S, O, A-ға. Бұрыш S, O, A-ға тең. Бұрыш A, O, F тең болады бұрыш F, O, V-ға. Тең болады бұрыш F, O, V-ға. Солай ғой? Одан шығады. Яғни мына бұрышқа тең. Онда екі еселеп жазсақ болады, да? Екі еселенген бұрыш S, O, A. Солай ма? S, O, A. Деп жазсақ болады мынаны екі еселеп. Ал мынаны екі еселеп не деп жазсақ болады? 2 A, O, F деп бұрыш A, O, F. Тең болады. Қоссақшы екеуін. Қосатын болса қаншаға тең болады? Яғни біз не істеп тұрмыз? Мына екі еселенген мына бұрыш, екі еселенген мына бұрыштың қосындысы бізге мына бұрышты түгел береді. Солай ма? Ол бізде сыбайлас бұрыш болғандықтан бір-біріне 180 градусқа тең. Солай ма? 180 градусқа тең. Яғни ашығырақ жазатын болсақ бізде, мына жерде қанша болады? Бұрыш D, O, V деген шығады мына жерде. Солай ғой? Мына екеуінің қосындысы мына бұрыш түгел шығады. Мына бұрыш D, O, V. Бұл бізде 180 градусқа тең. Енді әрі қаратам. Осы теңдікті ықшамдайтын болсақ не болады?
мына жерден екіні шығарып жіберейік шашқан сыртына. Бұрыш не қалады? СОА қосылған бұрыш АОФ тең болады 180 градусқа. Ал шашқан үшін нені береді? СОА қосылған АОФ. Бізде ол береді, табу керек бұрышты. СОФ-ті береді. Екі еселенген бұл қосынды бізге СОФ-ті береді. Тең болады 180 градусқа. Енді бұрыш СОФ тең болады 180 градусты бөлеміз 2-ге. Бұрыш СОФ қаншаға тең болады? 90 градусқа тең болады. Сонда мына бұрыштың арасы бізде 90 градус деген сөз. 189-шы есеп, яғни сәуле, В-ді деп тұрып, бізде сәуле мына бұрыштан түседі. Осы бұрышты тең екі сері бұрыш жасап түседі дейді осы сәуле. Осы сәуленің бисектриса екенін дәлелдеу керекпіз. Яғни бізге не деген ақпарат беріп тұр? Яғни бізге бұрыш АВ-ді тең бұрыш ДВС-ға. Солай ғой, ДВС-ға, яғни екі бұрыш тең. Бисектрисаның қасиеті бойынша не? Екі бұрыш тең болса, қабырғаны тең екі бөлікке бөлетін болса, бұл бізде бисектриса. Солай ғой, қараңыз. Бұрыштың теңдігінен ДВС-ның теңдігінен шығады, что АД тең ДЦ-ға. Бұдан шығады ВД сәулеміз бізде бисектриса екен шығады. Яғни бұрыш тең екіге бөлсе болды, бұл бисектриса. Бисектрисаның қасиеті өзіне ғана тән қасиет. Ол бұрышты тең екі бөлікке бөледі. Достар, мінекей геометрияға арналған 7-ші сыныптан сыбайлас бұрыштар, вертикал бұрыштарға перпендикуляр деген тақырыптарға арналған сабағымызды осымен тәмамдаймыз. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, және сіздерге үлкен пайдасын тигізеді деген ойдамын. Сондықтан да менің әрбір видео сабағымды жібермей қараңыздар, бағаларыңызды беріңіздер. Менімен бірге болуды шақырамын. Сіздермен келесі сабақта жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.